Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бұл Райымбек Көмекбаев атындағы номер 250 мектеп-лицейінің білім мен спорттан, өнерден, жалпы қоғамда өзін жақсы қырынан көрсете білген оқушылардың үлгі қыларлық мектеп мақтаныштары бағдарламасы. Бағдарлама жүргізушілері 7-ші К сынып оқушылары мен Мұхамеджанова Қымбат және сыныптасым Ардағұлы Қуаныш. Қымбат, бүгінгі бағдарламамызда спорт саласына арналсақ, саған қандай спорт түрлері ұнайды? Келісемін. Дені саудың жанын сау деп дана халқымыз бекер айтпаған. Спорт денсаулық кепілі. Дені сау адам ғана өз өмірін лайықты өмір сүре алады. Мен де спортпен айналысқанды ұнатамын. Ал маған өзіміздің ұлттық спорт түрлері ұнайды. Алама мәйге, күрес десе қаны қызатын қазақпыз ғой. Мемлекетіміз тәуелсіздік алғалы бері әлемдік додаларда күрес, бокс секілді спорттардан тамаша нәтиже көрсетіп келе жатыр. Әр кезеңдерде ел намысын табысты қорғаған Ислам Байрамуков, Ақжүрек Таңатаров, Елдос Смейтов балуандарымыз ел есінде. Неліктен күрес хақында сөз қозғап отырмыз? Біздің мектебіміздің де бұл спорт түрінен жаңалығы аз емес. Жақында Қызылорда қаласында өткен қазақ күресінің республикалық бола барысы 2022 турнирінің мектебіміздің 8-ші Б сынып оқушысы Әлиасқаров Алихан бірінші орынды иеленді. Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров атамыздың мынандай бір сөзі бар. Дарынның көбі ауылда, тек тани білу керек. Спортқа тарта білу қажет. Тек қана спортқа емес, өнердің бар саласына ізбасар іздеген шын жанашыр азамат ауылға барсын, үгіт насихат жасасын деген. Расымен де, Қармақшыдай кішкентай ауылда тұрып, республика чемпионы болу бұл өте үлкен жетістік. Чемпионымызды ортаға шақырып өзімен сұхбаттасайық. Мектеп мақтанышы бағдарламасының бүгінгі кейіпкері қазақ күресінің республикалық бола барысы 2022 турнирінің жеңімпазы Әлиасқаров Алихан. Белдесудің аяқталуына 49 секунд қалды. 49 секундтан кейін бала барысы 2022 жеңімпазын анықтаймыз. Әлиасқаров Алихан қазақ күресінен 2009-2010 жылдары туылған кіші жасөспірімдер арасында қалалық ашық біріншіліктің жеңімпазы. Бала барысы 2022 атауымен танымал бұл додаға жас палуанымыз Қармақшы құрамасы сапында қатысып, өз мықтылығын дәлелдеді. Талант өреніміз Райымбек Көмекбаев атындағы номер 250 мектеп-лицейінің 8-ші Б сынып оқушысы. Бойындағы қабілетін пайдалы іске жұмсай білген оқушымыз жақында Қармақшы ауданы әкімінің марапатына ие болды. Қош келдің, Алихан. Ең алдымен сені жеңісіңмен құттықтаймыз. Рахмет. Өзіңді таныстыра өтсең. Мен Әлиасқаров Алихан, номер 250 мектеп-лицейінің 8-ші Б сынып оқушысымын. Бұл спорт түрін таңдауға не себеп болды? Қазақ күресті таңдауыма себебі бала күнімнен бастап күреске қызығушылығым оянуы, ондаған қолданатын тәсілдер. Жаттықтырушың кім? Менің жаттықтырушым Осман Сымбат ағай, ол кісіге алғысым зор. Бала барысы турниріне қалай қатыстың? Қанша уақыт дайындық өткізілді? Бала барысы турниріне қатысуыма жаттықтырушым маған зор сеніммен қарады. Бір ай дайындалдым. Қазақтан шыққан даңқты болғанымыз Жақсылық Үшкемпіров атамыздың мынадай бір сөзі бар. Біздің болғандарымыздың ешқайсысы осал емес. Бірақ бір байқағаным, өзін іште қайрау, жігерлене білу аз секілді. Кейбіреуі күресте доғара қойғысы келіп, соған даяр тұрады. Балуандар әлемдік аренаға шығудың азабын шексе деймін. Шын спортшы соны түсінсе деймін. Кез келген мамандықтың шыңына қалмай еңтенген адам жетеді. Болашақта өзіңді спорт саласына арнайсың ба? Қандай маман иегері болғың келеді? Мамандық таңдауда спортты таңдаймын. Тренер, яғни жаттықтырушы, бапкер болғым келеді. Мықты спортшы болу үшін адамға қандай қасиеттер қажет? Жігер, қайрат, қиындықты төзе білу, жеңісті көтере білу, жеңілісті мойымау керек. Алихан, біз сенімен мақтанамыз. Біздің мектебіміздің болашақ түлегісің.
оқу үлгерімі жағы қалай болып жатыр? Спорт пен сабақты бірге алып жүру қиындық тудырмай ма? Спорт пен сабақты бірге үлгеруге тырысамын. Әрине түсіністікпен қарайтын ұстаздарыма да рахмет. Өзің бос уақытта немен айналысасың? Бос уақытта мен әрине жаттығамын, доп ойнауды ұнатамын. Спорттағы кумирің кім? Спорттағы кумирім ол Қажымұқан атамыз бен Мақсат Исағабылов дереді. Мақсат Исағабылов деген біздің жерлесіміз. Алға қойған қандай жоспарларың бар? Алда жоспарлар көп, чемпионаттар күтіп тұр. Мақсатым сол чемпионатта жеңіп, туған жерімнің, мектебімнің атын шығару, ата-анамның бауырларымды қуантып, бапкерімді сенімін ақтау. Әлихан, алдалар асуларың көп болсын. Болашақта еліміздің атын әлемдік ареналарға шығаратын азамат бол. Рахмет.